Сәлем достар, бүгін пирожки жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге жылы су, тұз, және де бір қасық ас қасықпен қаймақ, сары май, бір үлкен қасықпен дрож, және де бір қасық қант салатын боламыз. Бетіне ұнды салып, әрі қарай жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Достар, каналдың дамуына комментарий жазып, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Қамырымызды жарты сағаттан кейін қайтарып илеуді ұмытпаңыздар. Су құйып аламыз және аршылған картошкаларымызды кубиктап турап салғаннан кейін бетіне тұз салуды ұмытпаңыздар. Картошкалар пісуге аз қалған кезде жуамызды аршып, қуырып аламыз. Дайын болғаннан кейін картошка мен жуаны араластырып, тұз бұрыш қосуды ұмытпаңыздар. Қамырларымыздың барлығын дөңгелектеп дайындап аламыз. Оқтаумен жайып алғаннан кейін бағана дайын болған салмамызды бетіне салып, қуыруға дайындап қоямыз. Міне пирожкиіміз дайын болып қалды. Астын міндетті түрде жай қойып, қуырып алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!